Аяғыңыз ауыр кезде немен айналысарыңызды білмей ішіңіз пысып жүрсе, мен сізге 5 түрлі хобби дайындап көрдім. Тым болмаса біреуін істеп көріңіз. Алдымен каналыма тіркеліп, соңына дейін осы видеоны көріңіз. Лайк басуды ұмытпаңыз. Ең бірінші бассейнге бару. Әрине, бассейнге бармас бұрын алдымен дәрігердің консультациясы міндетті түрде қажет. Егер денсаулығыңызда қарсы көрсетілімдер болмаса, хлорға аллергияңыз болмаса, токсикозыңыз болмаса, хронический ауруларыңыз болмаса, онда бассейн сіз үшін өте пайдалы болады. Арқаңыздағы, беліңіздегі, жалпы өне бойыңыздағы стрессті, ауырлықты жеңілдетеді. Сондай-ақ тыныс алуыңызды да жеңілдете отырып, қан айналысыңызды реттейді. Тіпті кейде артық салмақтан да арылуға көмектеседі. Бұл көбінде жүктіліктің соңғы апталарында жақсы көмектеседі. Келесі, дәл осы фотода көрсетілгендей арнайы заттарын, жіптерді сатып алып, осындай әдемі гүлдерді тіксеңіз болады. Тіпті өзіңіздің жақсы көретін киімдеріңізге де дәл осындай гүлдерді, өрнектерді салып алсаңыз болады. Бұл сіз үшін өте тамаша әрі қызықты хобби боларына сенімдімін. Тігінмен айналысу. Бұл бойдағы шаршауды басады, неше түрлі ауыр ойларды бір сәтке болса да ұмыттырады. Әрі өзіңіз үшін қалаған түсіңізде, қалаған матаңызбен әдемі повязкалар сияқты жеңіл нәрселерді тігіп алсаңыз болады. Тіпті сәбиіңіз үшін 100% таза мақтадан алғашқы ит жейдесінде тігіп алсаңыз болады. Тіпті ине ұстағым келмейді десеңіз, онда жүктілік кезіндегі ең ерекше істеуге болатын хоббидің түрі сурет салуға барыңыз. Егер үлкен қалаларда тұрсаңыз, тугиске немесе инстаграмға арт-студия деп жазсаңыз, онда қаланың керемет жерлерінде орналасқан студияларды тауып береді. Сол жерлерге барып, әсем табиғатқа қарап отырып сурет салсаңыз болады. Ол сіз үшін де, сәбиіңіз үшін де жаңа дағдыларды қалыптастырып, жаңа дүниелерді үйреніп, серпіліп қайтуға үлкен мүмкіндік. Ал жүктілігіңіз жеңіл өтсін десеңіз, тіпті жеңіл босанғым келеді десеңіз, онда йогамен айналысыңыз. Йога жаттығулары қан тамырларының домбығып, жарылуының алдын алады. Сонымен қатар ісіктерден сақтайды. Ана мен бала арасын байланыстырып тұрған қан айналымын жақсартады. Түрлі иілмелі жаттығулар бұл болашақ ананың жамбас, іш, сондай-ақ арқаның бұлшықеттерін қатайтып, бұлшықет талшықтары сіңірлерінің созылмалылығын ұлғайтады. Денені қосымша жүктемеге дайындайды. Ал жүктілік кездегі спортқа келетін болсақ, жүкті кезде спорттың өте жеңіл түрлерімен айналысу керек. Жаяу жүру, баспалдақпен ақырын көтерілу, гимнастика секілді түрлерімен айналысуға болады. Жүктіліктің бірінші триместрінде жеңіл-желпі фитнес, токсикозбен күресуге, бел аймағындағы ауырсынуды басуға және ішек жұмысын қалыпқа келтіруге үлес қосады. Алайда бұл кезеңдегі жаттығулар өте жеңіл, оңай жасалуы тиіс. Жаттығу үшін ең тиімді уақыт ол 2-ші триместр. Бұл кезеңде жасалатын жаттығулар буындардың икемділігі мен созылмалығын арттыруға тиіс. Ал 3-ші триместрде қимыл қозғалыс бұрынғыша белсенді бола бермейді. Кей жаттығу түрлері аздап ауыр, қиынға соғуы мүмкін. Сондықтан күш түсірмейтін, тек бойды босаңсытып, ағзаны, миды тынықтыратын, қан айналымды жақсартатын түрлерін ғана жасауға кеңес береміз. Жүкті кезде қалыптастыру керек дағдылардың бірі кітап оқу. Әсіресе дауыстап оқу. Ана мен бала арасындағы эмоционалды байланысты күшейтеді. Бала ананың даусымен танысу арқылы өзін толық қауіпсіз сезінеді және тынышталады, анасының қаншалықты жақсы көретінін сезіне алады. Жатырішілік даму кезінде де дауыстап кітап оқу ұрықтың миының дамуына ықпал етіп, сөздік қордың дамуына әсер етеді және болашақта нәрестенің тез сөйлеу, тілі анық шығуына да көмектеседі. Өйткені нәресте құрсақта жатқанда тілдік тәжірибесі жинақтала бастайды. Егер каналым пайдалы болған болса, онда міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыз және лайк басыңыз. Алдын ала рахмет.